Баубек Бұлқышев өмір мен өлім туралы. Адам туады, адам өледі. Мұнда тұрған қайғы не? Бұл жаратылыс заңы. Біздің шығыс елдері адам дүниеге келген қонақ, біраз қонақтадық, аттануын керек деседі. Бірақ адам дүниеге тек қана келіп, әшейін ғана аттана бермейді. Ол артында ой қалдырады, ойдан мұра қалдырады. Ол өмірге адам болып келіп, адам күйінде қайтады. Мен ұлы 20-шы ғасырдың жасымын. Бүгін мен өз жайымды әңгіме еткім келеді. Өйткені бір жағымнан кек қысып отыр да, екінші үлкен бір қайғым да бар. Менің бұл жазғандарым болашақта біздің осы ұлы күресімізді зерттеушілердің қолына түсіп, үлкен істердің кішкене бір тетігіне тиянақ болуға жараса, менде одан басқа арман да жоқ. Ол зерттеушілердің біз осы арпалыста жүргенде қайғыра да, жылай да, күле де, кектене де білгенімізді ұғынса болғаны. Кек неге қысады дерсіздер, оны да айта кетейін. Жастық шақ маған бір-ақ рет берілмеп еді. Сол кезімде әлде қайда түнерген қара күш жылып әкетпекші. Ол жастықтан бір айырылсам, ол қайтып оралар ма? Оралмайтынын мен жақсы білем. Тіпті жақсы білем. Біз жастар өмір сүруге асығатын едік. Жастық шағымыздың іші тысы бірдей мағыналы болсын деуші едік қой. Солай емес пе құрбыларым? Міне, сол қымбат шағымызды фашистер тонап алғысы келеді. Балдырғанда бақшаға өрт салғысы келеді. Мен осыған кектенем. Мен дүниеде 20 жыл жасамадым ба? Бірақ дәл қазір ересек адаммын деуге болады. Мен 20-дамын, бірақ мендегі ой ақсақалды, байсалды, талай белді артқа салған адамның ойындай. Менің 19 жасымда бар ойым оқуда, қызмет жайында және несін жасырайын, атақ жайында болатын. Мен толып жатқан өнер жайын ойлаушы ем. Алдымен ақын болғым келетін. Пушкин мен Лермонтовты, Гете мен Гейнені, Байрон мен Шиллерді оқығанда бір жола сүңгіп кетуші ем. Бұл ақындар маған қатты ұнайтында. Күні-түні басымды көтермей оқитынмын. Мен күйші де болғым келетін. Чайковский мен Глинканы, Бетховен мен Шопенді ерекше құмартып тыңдаушы ем. Мен өзімшіл екем, әрі ақын, әрі күйші болғым келетін. Жоқ, шынын айтсам, маған ол да аз еді. Менен гөрі ересек жолдастарым, бір туған ағаларым институт бітіріп, біреу инженер, біреу тарихшы болып шыққанда, осы мамандықтар түгелімен менде де болса деуші едім. Өмір үшін, жас жігіт үшін, әрине, бұ да аз. Мен бір жақсы қыз жайында қатты толғанушы ем. Сүю деген жалғыз сөзде қандай ұлы күш бар. Солай емес пе құрбылар? Мен бір сұлу қызды, қазақтың бір сұлу қызын сүюші ем. Аты Жанна еді. Сол кезде бақыт дегенді бағалай білсемші. Ол кезім өмірімнің бір ұмытылмас кезеңі екені енді ғана еске түседі. Адам жүрегін өзгеше жақсы білетін ұлы Гете жастық шақты босқа жырлаған жоқ. Ол жастық шақты адам өмірінің ең биік шыңы деп босқа айтпаған. О, жастықтың ұлы ақымы Гете, мен сенімен тілдескім келеді. Сен туған елді, сенің бауырларыңның үрім бұтағын неге айналдырғанын білесің. Сен үшін ерекше қымбат саналатын асылдарды қалай қорлап, қайран жастықты қалай құртып жатқанын сезесің. Бір кезде Гетенің елі деп аталатын Германия енді тапшылық таңбасын жасыра алмайтын зорлық-зомбылықтың еліне айналды. Германия фрицтердің еліне
шала сауатты еврейлер Гитлердің еліне айналды. Атақты ата, ұлы ақын біздің жанымызға да осып атады. Бүгінгі фрицтер Фаустты оқымайды, білмейді, олар сені де білмейді. Атақты ақын сені біздің ел ғана шын сүйеді. Сені біз Пушкинмен қатар қоямыз. Сен естіп, білмеген біз казак жастары сенің Фаустыңды қалай құрметтейміз. Өйткені біз жастық шақты, жас өмірді ерекше сүйеміз. Біздің елдің жас буын, жаңа ұрпағы осындай ұлы ақын. Ұрда жық ақымақ фрицтер біздің жастығымызды, болашағымызды құртқысы келеді. Біз әрине бере алмаймыз оны. Өлерміз, бірақ бере алмаспыз. Бермейміз. Орыс та осыны айтады, қазақ та осыны айтады. СССР-дағы барлық ұлттар осыны айтады. Мен, міне, 300 күннен артығырақ соғыста жүрмін. Бұл уақыттың ішінде біздің ел де өзгеріп кетті. Адамдар да өзгерді. Мен де өзгердім. Міне, жауынгер болдым. Қабағымнан қар төккен, ызғар шашқан жауынгермін мен. Мені қазір көрген адам бұдан 10 ай бұрын бар ойы оқуда, я сүйген қызында болатын жас жігіт еді-ау дей алмайды. Менің жастығым адам баласының қызметіне берілді. Мүмкін мен жастығымды қайыра алмаспын, бірақ ол босқа кетпейді. Мен кіші інілерімнің еншісіне тиеді. Кейінгі жастар, жас інілерім, сендер бақытты жандарсыңдар. Сендер соғыс дегенді білмей ететін боласыңдар. Біз жастығымызды сендердің бақыттарыңның жолына құрбан еттік. Сендер тыныш өмірде бақытты жасайтын боласыңдар. Біз кәрлі кезеңнің, соғысты заманның жандарымыз. Біз соғыста туғанбыз, соғыста өлеміз. Күресте тудық, сол күреспен өлеміз. Осының бәрі сендер үшін кейінгі ұрпақ.